Бүгінде солтүстік Қазақстан облысында 2000-нан астам адам арнайы курстарға жазылып, қазақ тілін меңгеруде. Дені мемлекеттік қызметшілер. Араларында ана тілімізді үйренуге ниетті өзге ұлт өкілдері көп. Жерлестерімізге білікті де білімді мамандар сабақ беруде. Дәрістердің бірінде арнамыздың түсірілім тобы да болып қайтты. Денсаулығыңыз, денсаулығыңыз қалай? Жақсы. Бұл мемлекеттік тілді меңгеруге ниетті қала тұрғындары. Қазір оқытушы оларға күнделікті өмірде қолданатын сөздер мен жалғауларды үйретуде. Қатысушылардың жас ерекшеліктері де, жұмыстары да әртүрлі. Мәселен, күтушілік қызмет атқаратын Маргарита Пиманова 26 жаста. Ол қазақшаны ерекше себеппен үйреніп жатыр. Нәзік жанды қаракөз әжемізге күтім жасайды екен. Қариямен сөйлесіп, ойын ұғу үшін қазақ тілін үйреніп жатырмын дейді жерлесіміз. Сегодня второй день занятий. Бүгін қазақ тілі курсының екінші күні. Мен бұл курстың басталатынын WhatsApp желісі арқылы білдім. Еш ойланбастан қатысуды шештім. Себебі таныстарымның басым бөлігі қазақ тілінде сөйлейді. Және күтім жасайтын әжемен де емін еркін сөйлескім келеді. Сабақ беріп жатқан оқытушыны білікті маман деп айтар едім. Ол өз жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайды, әрі ойындағысын жеңіл жеткізеді. Мұндай мұғаліммен тілді тез меңгеріп аламыз деп ойлаймын. Курс аптасына 2 рет, нақтырақ айтсақ сейсенбі мен бейсенбі күндері өтеді. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін орталық мамандары сабақ уақытын кешкі 6:30-ға бекітіпті. Бір дәрістің ұзақтығы 80 минутты құрайды. Мұғалімдер тыңдаушыларға қазақ тілін кестелік жүйе бойынша оқытуда. Яғни мектеп бағдарламасындағы дүниелердің барлығын жинақтап түсіндіруде. Негізгі басымдық етістікке жасалған. Ересектерге арналған курс қазір 40 сағаттық курс болады. Бұл 2,5 айға созылады. 40 сағаттың соңында әр тыңдаушы 70-тен астам етістікті біліп шығу керек. Сол етістіктермен жұмыс жасай алу керек. Өзінің ойын қарапайым жай сөйлемдермен құрастыратын жағдайға жету керек. 2,5 айдан кейін аралық бақылау алынады. Жақсы өткендер келесі деңгейге көшіріледі. Онда да тағы 40 сағаттық курс өтеді. Ол базалық деңгейден өтсе, тағы да келесі деңгейге өтеді. Орталықта тұрғындарға қазақ тілін үйретуге жоғары білімі бар 44 мұғалім тартылған. Оның 6-ы магистр дәрежесіндегі мамандар. Сондай-ақ мұнда тыңдаушылардың сабаққа қатысуы қатаң түрде қадағаланады. Аталған курстар қазақ тілінің мәртебесін көтеруге септеседі дейді орталық өкілдері. Ай сайын мониторинг жүргіземіз. Сосын орталықта электронды база құрдық. Сол базаға біз тыңдаушылар туралы толық ақпарат енгіздік. Жыл сайын бұл ақпарат жаңарып отырады. Биылғы жылы телесабақтарды және мұғалімдерге көмек ретінде жаттығулар жинағын әзірлеуді жоспарлап отырмыз. Ынталандыру мақсатында, тілге деген қызығушылықты тудыру мақсатында тыңдаушылар арасында әртүрлі біз іс-шаралар өткіземіз. Жалпы орталықта 124 қазақ тобы құрылған, яғни 2205 адам. Оның басым бөлігі мемлекеттік қызметкерлер. 78 топ қала тұрғындарынан, ал қалғаны аудандардан жиналыпты. Соңғысына қашықтықтан оқыту әдісі қарастырылған. Аталған курстар қараша айына дейін жалғасатын болады. Алтынай Қазиқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.